Ассаламу алейкум, құрметті менің оқырмандарым, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін осындай денсаулыққа зияны жоқ, асқазанға өте жеңіл келетін пайдалы кеспе көже жасайтын боламыз. Кеспе көжемізге біздің ет қажет болады. Мен ет пен сүйектерді араластырып алдым және кішкене май қосып жібердім. Яғни мен бұл сорпаны ешқандай қуырмаймын. Өзінің майы шығады сорпаға, сонымен қайнатып істейтін боламын. Суымды құйдым, тұзымды салдым. Енді бетіне шыққан көбіктерді осылай тазартып алып отырасыздар. Бізге бұндай артық көбіктердің қажеті жоқ. Жақсылап тазалап аласыздар. Көбігін алып болғаннан кейін сорпа бір жарым сағат қайнасын. Жақсылап осылай қайнататын боласыздар баяу отта. Енді мен қамырыма кірісетін боламын. Маған ұн қажет болады, жұмыртқа, тұз және жылы су. Қаласаңыздар тұзды ұнға араластырып жүрсеңіздер де болады. Бірінші 2 жұмыртқаны қосып, қатты қылып қамыр елестер. Қамырларыңыз міндетті түрде қатты болу керек. Егер де қамыр жұмсақ болатын болса, біліңіздер, көжеңіздің ішінде жаңағы сорпаға қосқан кезде қамырды езіліп кетеді және өсіп кетуі мүмкін, көлемінен өте үлкен болып кетуі мүмкін. Сол себепті қамырыңыз ішінде шаштай болып жүргенін қаласаңыз, езілмегенін қаласаңыз, міндетті түрде қатты қылып илеңіздер жұмыртқамен. Егер үйіңізде жұмыртқа болмай қалған жағдайда, жылы сумен, тұзбен де қатты қамыр илеуге болады. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып қойсаңыздар болады, немесе мынандай салафанға салып, арасында 5-10 минуттан кейін тағы 1-2 рет илеп қайтарып қойсаңыздар болады. Бұл қатты қамыр оңайлықпен жұмсармайды. Енді етіміз бір жарым сағаттай қайнады. Тұзын көріңіздер, қалауыңызша жетпей жатса қосыңыздар. Егер жеткілікті болса, осымен жасай беріңіздер. Пияз қостым, 2 дана, жақсылап осылай турап алдым. Одан кейін сәбіз қосатын болам. Сәбізді қалауыңызша тураңыздар. Мен осылай теркадан өткізіп жібердім. Бәрін бір дана қостым сәбізден. Мен құрамына міндетті түрде бәрін жазып кететін боламын. Және сарымсақ қостым, чеснок деп атамыз. Осылай свежий түрі болса, осыны қосыңыз, болмаса кептірілген приправа түрінде қоссаңыз болады. Және міндетті түрде қызанақ қостым, себебі сорпамның түсі кішкене қызылдау болсын дедім. Қаласаңыздар томат пастасын қосыңыздар, болмай қалған жағдайда. Егер томат та болмаса, ештеңке болмаса, қоспай-ақ құры ақ сорпа қылып ішсеңіздер де болады. Енді қамырымды жаятын боламын. Өте жұқа қылып та жаймаймын, қалың қылып та жаймаймын, орташа қылып жаятын боласыздар. Яғни сіздердің қамырларыңыз қатты болғандықтан ұнды көп қажет етпейді. Содан кейін кішкене күш керек жаю үшін, бірақ әдемі қамыр шығады. Осылай бөліктерге бөліп алдым. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар, қалыңдығын. Енді міндетті түрде пышақтарыңыз жақсы өтетін болсын. Себебі пышақтарыңыз дұрыс өтпесе, қамырларыңыз дұрыс бөлінбей жабысып қалуы мүмкін. Міне қараңыздар, осылай жұқалап, жіңішкелеп, бөліктерге бірдей қылып бөліп алатын боласыздар. Қараңыздаршы, міне, бәрі бірдей шашылып тұр, жабыспады. Ешқандай ұн да қосқан жоқпын, тек жайғанда кішкене ұн қостым. Осылай жайып қоясыздар, 5-10 минут тұрсын. Енді мен сорпадағы етімді аламын. Қараңыздар, бұлқылдап, бұлбырап пісті міне. Кейде байқасаңыздар, сүйегінен ажырап кетеді еттер. Сол кезде сүйегін толықтай тазартып алыңыздар сорпадан. Енді осыған картошкамды саламын. Картошканы неге ең соңынан салды десеңіздер, езіліп кетпегенін қаладым. Сол себепті сіздер де соны байқаңыздар. Енді осы картошка піскенше бір 10-15 минут қайнатасыздар. Етімді салып жібердім, турап жаңағы піскен етімді. Енді отты барынша қосасыздар да қамырды салатын боламыз. Міне, шашылып, қамырлар әдемі болып салынып жатыр. Жақсылап араластырып, бір бұрқ еткізіп қайнатып жібересіздер. Сол кезде жаңағы сорпаңызда байқайсыздар, бәрі шашыраңқы болып, қамырыңыз да әдемі болып шыға келеді. Енді дәміне сөз жоқ, дәмі ерекше бұл сорпаның. Өзіміздің бала кезіміздегі ата-әжеміздің, әке-шешеміздің жақсы көретін сорпаларының бірі ғой. Ең пайдалы сорпа. Ас көп қосып жіберіңіздер, әдемі болады, міне.
Осымен біздің сорпамыз дайын. Кеспе көжеміз кез келген тамақты әрлеп, сәндеп берсеңіздер болады. Мен осылай кішкене бетіне жуамен ас көп қосып жібердім. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп лайк басыңыздар. Әр түрлі рецептер шығатын болады. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы.